Бәріне мен кінәлімін, деді айғаным қол орамалымен жасаураған жанарын құрғатып. Осының бәрі менің салақтығымнан, салғырттығымнан. Анасымын ғой, әу бастан көбірек көңіл бөлуім, үнемі әңгімеге тартуым, дұрыстап тәрбиелеуім керек еді. Баламның бойындағы тосын өзгерістерді, мінез құлқындағы мін кінәраттарды, психикасындағы ауытқуларды тым кеш байқаппын, тым кеш. Әлде әлі де кеш емес пе? Ислам Шаяхметұлы, ол психологтың кабинетінде отыр еді. Сәл толықша келген қара торы, дөңгелек жүзді, самайымен сақалына аздап ақ кіре бастаған жігіт ағасы Санатты 2 күн бойы егжей-тегжейлі тексеруден өткізіп, енді соның қорытындысын айту үшін анасын шақырғанды. Ештен кеш жақсы ғой қашанда, деді Ислам Шаяхметұлы, қарсы алдында отырған әйелдің жанын жаралап алмауға мейлінше тырысқан мейірбан үнмен. Санаттың тәрбиесімен шындап айналысуға, қалыпты өмір ортасына қайта оралтуға әлі де болады. Бірақ бірден айтып қояйын, бізді алда талай машақат күтіп тұр. Әсіресе сіздің ерекше ерік жігер, алған беттен қайтпайтын қажыр күш, мол төзім танытуыңыз қажет. Осыған дейінгі қателіктеріңізді түзетіп, санатыңызды толыққанды адам санатына қосу жолында өзіңізде аянып қалмайтын шығарсыз. Психолог өзіне үмітке толы сұраулы жүзбен жалбарына қарап отырған әйелдің жауабын күтпестен әңгімесін жалғастырып әкетті. Кешеден бергі кешенді тексеруден көзімнің жеткені, Санаттың тұла бойын көптен дендеген қауіпті дерт шырмауықша шырмап алған. Ұлыңыздың ағзасы өте әлсіз. Бұл уақытында және дұрыс тамақтанбаудан. Сосын ертелі-кеш үйден шықпай, сейіл серуенсіз, тапжылмай отыра берудің де кесірі орасан. Оңған шөберектей құп-қу өңінен ақ көрініп тұр. Балаңыз қимыл қозғалысқа мүлде мән беруді қойған. Үнемі екі бүктетіліп отыра бергеннен омыртқасы қисайып, жартылай бүкір болуға айналыпты. Адамның өз денсаулығына осындай жауапсыздық танытуы, оның психикасында да бір кінәрат бар дегенді меңзейді. Мұның аты компьютерге тәуелділік. Бүгінде бұл дерт сіз бен біз түгілі, адам жанының сан қатпарын зерттеумен тақырланған талай басты қатырып отыр. Сенесіз бе? Қазір Европада психологтар мен экстрасенстерге қаралатын науқастардың басым көпшілігі нашақорлар. Сосын осы компьютерге басы байланып қалған бейшаралар екен. Яғни абайламасақ, компьютерде апиын. Әр нәрсенің өзінің шегі болады. Ал сол шекарадан араттаған соң адамға қандай қажетті игіліктің де пайдасынан зияны көп. Рас, компьютерлік ойындар, ғаламтор, сәт сайын адам миына ақтарылатын ақпараттық тасқын, осы заманның ақиқаты. Біз оны былай ысырып тастай алмаймыз. Бірақ уақыт талабы осы екен деп, шексіз ол мұхитқа бас көз жоқ қойып кетуде жөнсіз, әйтпесе батып тынасыз. Компьютерге тәуелділер сол шектен асып кеткенін аңғармай қалған байғұстар. Күні түні осы бір сиқырлы қобдишаға шұқшиған олар монитордың ар жағындағы көзге көрінбес айдаһардың өздерін ашқарақтана жұтып жатқанын сезінбейді де. Бірте-бірте бұларға ғаламтордағы сол ғажайып әлем, айналадағы нақты өмірден де қызықты һәм артық көрінеді. Олар әлеуметтік желілерде әлдекімдермен пікірлеседі, кейбірімен табысады, қайсыбірімен ұрсады. Дәлелденген жайт, компьютерге тәуелділіктен адамның жүйкесіне көп салмақ түседі. Тез шаршайды, ашушаң, дөрекі бола бастайды. Сөйтіп, басқаша ойлайтындарды барынша келемеждеу, кемсіту, тіпті қоқан-лоққы жасау қалыпты әдетке айналады. Біреуді балағаттаған былапыт сөз жазып, жанына смайлық қойып, жынына тиеді. Мұндай оспадарлығы үшін оларға ешкім
ештеңе істей алмайтынын жақсы біледі. Сондықтан да одан сайын құтырады. Егер әлгі виртуалды түрдегі жәбірлеген адамы нақты өмірде, кәдімгі көшеде кездесіп қалсыншы, бұлар қоқиланбақ түгілі қарсы сөз де айта алмас еді. Әне, осындай интернет батырлары шықты бүгінде. Олар үшін ең қауіпсіз де тиімді мекен компьютер үстелі. Тымырсық ауадан тынысы тарылды ма, әлде мына әңгіменің соңы жүрегін әбден аяусыз тілгілейтінін сезді ме? Әйтеуір айғанымға дем жетпегендей дегбірі қашты. Мұны аңғарған дәрігер орнынан тұрып, ақшаңқан жұқа пердені ысырып тастады да терезені шал қайта ашты. Білесіз бе, олар неге өздерінің жабық әлемінен шыққысы келмейді? Ол терезе жақтауына сүйенген күйі баланың анасына барлай қарады. Өйткені мына өмірден қорқады, деді сосын үнінен күйініш лебі есіп. Нағыз іс-әрекеттен, нақты жауапкершіліктен, нақты күрестен қорқады. Қатыгез шығар, үрейлі шығар, үнемі әділетті де бола бермес. Бірақ өмірдің аты өмір ғой. Оның адам жанын бақытқа бөлейтін, тәтті үмітпен талпындыратын, жақсылықпен сүйсіндіретін де сәттері көп емес пе? Мен шынымды айтсам, мұндай дерт технологиясы әбден дамып кеткен батыс жұртында ғана бар шығар деп ойлайтынмын. Сөйтсем, бізге де жете бастапты. Жақында туған ауылыма барып қайттым. Марқұм әке-шешемізге Құран оқытып, кенже інімнің еншісіне бұйырған қара шаңырақта туыстар түгел бас қостық. Әпкелерім бар, ағаларым бар, олардың ол қыздары бар. Құдайға шүкір, бір қауым ел екенбіз. Сондағы байқағаным, дастархан басында біз, яғни орта буын, емен жарқын әзіліміз жарасып, дуылдасып отырмыз. Ал балалар түгелде қолдарындағы телефон, айпадтарына үңілген де қалған. Біздің әңгімемізді тыңдамақ түгілі, елең етіп басын көтерер бірі жоқ. Әрине, бұдан жастар түгел компьютерлік ойындар мен ғаламторға тәуелді боп кетті деген шешімге келу шарт емес. Бірақ мәселенің бар екенін жоққа шығару да ақмақтық. Сіз кеше санаттың томаға тұйықтығын, ешкіммен сөйлеспейтінін, үйге қонақ келсе сәлем де берместен бөлмесінен шықпай қоятынын айттыңыз. Себебі, кешіріңіз, ол қашадайынан осылай қалыптасқан. Жападан жалғыз үйге қамалып өскен. Теледидардан, сосын келе компьютерден басқа досы болмаған баладан қандай көпшіл мінез күтесіз? Білсем, көрсем деп көкейін тескен көп сұрақты кімге қоярын білмей, құйттай қуанышын кіммен бөлісерін білмей, жалғыздықтың жан шыдатпас ауыр азабын ерте тартқан бейбақ, амал жоқ, бар алданышты, бар жылылықты, тілсіз досы техникадан іздеуге мәжбүр болған. Айналадағы тіршілікке мән беруді бір жола қойған. Осы сәтте бағанадан бері үнсіз егіліп отырған айғанымның оқыс даусы шығып кетті. Мұндайды күтпеген дәрігер алпамсадай денесіне жарасымсыз елгезектікпен елп етіп, жанына жетіп барса да, оны қалай жұбатудың ретін таппай бөгеле берді. Бір тәуірі тезақ өз-өзіне келген әйел ажарын айғыздаған көзінің жасын сүртіп, басын көтеріп, бүгінгі ауыр болса да ақиқат сырды аяғына дейін тыңдауға әзір екенін сездірді. 4 жасында жоғалып кетіп, 7 жылдан соң Ну-жыныс орманның ішінен алба-жұлба жабайы күйінде табылған Виктор Авейран есімді бала жөнінде оқып бедіңіз? Деді Ислам Шаяхметұлы, жүрегі қарс айырыла жаздап отырған қапалы жанға жапақтай қарап. Әйел басын шайқады. Өкініштақ, қызық тағдыр. Бірақ мәселе онда емес. Адаспай тұрғанда, әжептәуір былдырлап сөйлеп қалған сол бала, жабайы аңдардың арасында өткізген жылдар ішінде, әрине, бар білгенін жадынан жоғалтып алады. Мендегі қауіп санатта да осындай синдром бар. Ол да көптен бері ешкіммен тілдеспеген. Үнсіздік ұзақ уақытқа, айларға емес,
жылдарға ұласқан. Мұндай жағдайда шынында да адамның сөйлеуге жауап беретін сезім мүшелерінде мүкістік пайда болады. Жарайды, әлгі Виктор баланың жағдайы түсінікті делік. Жабайы аңдардың арасында ол сорлы кіммен пікірлессін? Ал мына біздікі сұмдық емес пе? Темір роботтың өзін түрлі тілде тотыша сайратып отырған 21 ғасырда халқы құмырсқаша құжынаған алып қалада адам баласының сөйлеуден қалуы, білмеймін, қалайша ақылға сияды. Күрсіне бас шайқаған психолог өз үстеліне тақап, оның үстінен тышқан ізіндей айқыш-ұйқыш ұсақ таңбаларға толы парақталып, сәл үңілді де қайта сөйлеп кетті. Адамдар бір-бірімен үнемі әңгімелесіп, әсер бөлісіп, шер тарқатысып отыруы керек. Әсіресе бір шаңырақ астында өмір сүретін, өзімізге ең қымбат адамдармен етене жақын болуға тиіспіз. Күніне құрығанда жарты сағат жадырай сырласпаған ерлі зайыптылардың, ата-ана мен баланың жоғалтары көп. Сіздің басты қателігіңіз де осында. Дегенмен, әңгімеміздің басында айтқанымдай, әлі де үмітсіз емеспіз. Жылы жымиған ол, қолындағы қағазды ақылынан адасқан адамша айдалаға қарап аңырып отырған әйелге ұсынды да. Мынау, санаттың менің сауалдарыма берген жазбаша жауаптары, деді. Ауызша жартымды жауап ала алмаған соң, қане, мен сұрақ қоямын, сен жауабыңды мына параққа жаз, деп өтінгем. Кейін қарасам, қағазға түсірген ойлары бір шама ұғынықтақ. Әрине, өмірінде дұрыстап бір кітап оқымаған. Ауқымытар SMS-тік ойлау танымымен шектелген. Құрылымы күрделі құрмалас сөйлемді, құбыжықша көретін өзге тұстастары секілді, мұның да сөздік қоры тақ-тұқ. Әйтсе де, сағаттап чатта отыруының бір пайдасы тиген секілді. Сөйлеуді қаламағанымен, қарабайыр болса да жазудан қала қоймапты. Демек, баланың бетін бері қаратуға болады. Менімен ғана емес, невропатологпен де тығыз байланыс жасаңыз. Күдер үзбеңіз, 17 жас деген жеке тұлғаның қалыптасып бітер уақыты емес қой тәйірі. Кабинет иесі ауыр әңгімені мейлінше жайма шуақ райда аяқтауға тырысқанымен, көшеге айғанымның құр сүлдері шықты. Үйге келген соң, реңбасын ретке келтіріп, баласының бөлмесіне бас сұққан айғаным өз көзіне өзі сенбеді. Санат жоқ. О, тоба! Әншейінде далаға сүйресең шықпайтын адам өздігінен қайда кетуі мүмкін? Бұл кезде бозбала қолына бір десте дала гүлдерін ұстап, саябақ алдында сабырсызданып тұрған. Оның тағатын тауысқан, кербез арудың кешігуі ғана емес, кездесудің қалай өтіп, таныстықтың қалай өрбуін уайымдаған белгісіздік еді. Әйтеуір осы қызбен сырттай болсын, тіл табысқалы, көңілі жайланып, өміріне бір өзгеріс енердей елегізейтінді шығарған. Бұл не? Көзқарас үйлесімі ме? Жанғалауының ұқсастығы ма? Әлде ықылас аңсаған көңілдің жалғыздық бұғауынан босанбақ бұлқынысы ма? Бәлкім, әлгі махаббат дейтіннің өзі осы шығар. Байкер, ой тереңінде малтығып жүріп аңғармапты. Қарсы алдында бұған қадала қарап бір қыз тұр. Сол, шашын желке тұсынан босаңдау буып, арқасына жайып жіберген. Күнге қарсы киер көзілдірігін маңдайынан жоғары ысырып қойыпты. Ақжібек кофтасы мен тырыстыра киген аппақ шалбары мінсіз мүсінін айғақтап, қыз ажарын аша түсіп тұр. Байкерсіз бе деймін? Ол қайталап сұрады. Иә, деді жігіт, байкер. Санаттың ғаламтордағы лақап аты. Принцесса, деп қыз қолын ұсынды. Әдеп шегінен аттамастан көзінің қиығымен ғана мұның бас аяғын бір шолып өтті. Жанарындағы ойнақы сәуле лезде бәсең тартты. Мынау сізге, деді жігіт гүлін батылсыздау ұсынып. Екеуі үнсіз ақырын аяңдап, саябақ ішіндегі желкен дәмханасына келді. Дастархан басында да қыз салқын қабақ танытып, том сарып отырды.
1000 рет естігеннен 1 рет көрген артық деген рас шығар. Агенттегі көңілмен ұғысқан жарастық, көзбе-көз жолыққандағы көрінеу шындыққа шыдамай, шытынап сала берді. Хал жағдай сұрасқан қысқа жауаптасулар біткен соң, әңгіме әрі қарай өрбеген жоқ. Іші пысқан бойжеткен сөмкесінен айфонын алып, соған шұқшиды. Онсыз да қобалжып отырған Санат одан бетер қысылды. Айтсам, ақтарылсам деген ойлары көп еді. Бірақ соның бәрі көмейінде кептеліп тұрып алды. Шіркін, компьютерде отырғанда ғой, шетінен тізіп жазарем. Қолына телефонын қалай алғанын өзі де білмей қалды. Ғаламторға кіріп, принцессаға хат жаза бастағанын да байқаған жоқ. Сыңқ етіп жауап келгенде ғана есін жиды. Сонда ғана өзінің не деп жазғанына назар аударды. Сізбен жақын дос болып, жалғыздықтан құтылғым келеді деп далбасалапты бұл, ақымақ. Өзінен өзі жыны келген бозбала жалмажан телефонын ақтарып, қыз жауабын тауып ашты. Мен де жалғызбын, маған да сырлас дос керек, аузын буған өгіз емес. Екі беті от шалғандай ду еткен Санат басын көтергенде қарсы алдындағы орындық бос қалған еді. Дереккөз Ел 24 кезет сайтынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.